Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін біз дәл осындай тәтті балмұздақ жасайтын боламыз. Ол үшін бізге 2 банан және де осындай тәрелке, оның үстін пищевой пленкамен жауып қоятын боламыз. Ол үшін ең алдымен бананды дәл осы видеодағыдай қатты қалың да емес, жұқа да емес, орташа қылып турайтын боламыз. Тәрелкеге саламыз барлығын. Және де оның үстін пищевой пленкамен толықтай жақсылап жауып, оны тоңазытқышқа 4 сағатқа қоятын боламыз. Бізде 4 сағат өтті. Және де бананның түрі дәл осылай болады. Және де оны блендерге салып, жақсылап блендерден өткізетін боламыз. Ең алдымен сыйғанынша салып бөлек өткізіп аламыз. Одан соң барлығын салып, блендермен жақсылап өткізетін боламыз. Мұнда видеода менде барлық банан салынған, және осының барлығын толықтай блендерден өткізетін боламыз. Дәл осындай сұйық күйге айналуы керек. Бізде балмұздағымыз дайын болды. Дәмі өте керемет, дәмді. Сіздер де жасап көруіңізге болады.